Бүгін сіздермен майы қатып қалған ескі табаны тазалайтын боламыз. До и после фотодан көріп тұрсыздар, өте таза, жақсы болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, осы қызыл подписаться кнопкасын басып және қоңырауша белгіні басуды ұмытпаймыз. Осылай суымызды құйып аламыз да, қайнап келе жатқанда үстіне бір кір сабын қосамыз. 7 үлкен қасық порошок қосамыз. Сосын 7 үлкен қасық ас содасын қосамыз. Соданы ақырындап қоспасаңыздар, тасып кетуі мүмкін суымыз. Енді 7 қасық сұйық май қосамыз. Не барлығын араластырып болғаннан кейін ыдыстарымызды осылай суға саламыз. Не жәнегі табамен менде тегеш. Бұлар ескі ыдыстар. Осыларды майын кетіру үшін мен арнайы видео түсірдім. Осылай суымыз қайнау керек. 40-45 минуттай қоямыз. Майлары сонда еріп, өзі-ақ түсетін болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қайнап жатады. Қайнап болғаннан кейін біз ыдыстарды алып, негізі ақырындап пышақпен қырса да өзінен өзі бұл майлар түсіп жатыр. Өйткені және қоспаларымыз бұлардың барлығын ерітіп жібереді. Не көріп тұрғандарыңыздай, мен кәдімгі темірді алдым да, үстінен қатты күшпен емес, жай ысқанда бұл майлар өздігінен кетіп түсіп жатты. Енді бұны шайып жудым. Сонда табамыз өте таза болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, табанның қасына салған ыдыстарымда өздігінен майлар еріп түсіп жатыр. Табамызды шайып жуғаннан кейін осылайына тап-таза болып шықты. Сіздер де осылай істеп көрулеріңізге болады.